Самарқандта жатқан кім батыр дейсің? Айтып жүрші. Жалаңтөс Бахадыр. Жалаңтөс Бахадыр, сол? Соны өзбектер таласады жаңа, қазақ десек. Қазақ кіші жүз әлім ғой, руы бар, орны бар адам. Әйтеке би жатыр сол жерде. Самарқандты басқарған Самарқанд. Сейітқұл әулие жатыр, Сейітқұл әулие, Әмір Темірдің кеңесшісі соны Ораз Ахун жатыр бұл жерде. Самарқандағы Регистан салдырған біздің әкелеріміз түгел. Там қазақ. Кім есімде? Жалаңтөс Бахадыр. Жанқожа. Мына Регистандағы Тилла Кари мен Ширдор деген Арыстан деген. Арыстан медресесіменен алтын Тилла Кари деген алтынмен апталған деген сөз. Сол екі медресені салдыртқан Жалаңтөс Бахадыр атамыз. Әмір Темір бір Регистан басқа бір несін салған, асылында көп несін құрылысын бәрін жасаған біздің аталарымыз. Регистан қолды бітірген. Әлімдер ме ар жағы рулары? Кіші жүз? Әлім, иә. Кіші жүз қазақ қой. Алшын? Әйтеке сонда жатыр. Көп әлімнің көп шалдар жатыр жерде. Біздің бүкіл Төле би жатыр Ташкентте. Иә. Талас әулет орнына шежіресі анық ұрпағына дейін бар. Қарабатқа ру бар да, жалаң деген ру бар бізде. Иә? Иә, әлімнің жалаң деген ру бар. Бірақ соны мойындамайды жаңағы өзбектер, бәрі өзбек деп. Әмір Темірдің өзі өзбек емес. Оның өзі қазақ дейді, біреулер Найманның ішінен Барлас тайпасынан шыққан дейді. Барлас тайпасынан шыққан дейді. Найманның ішінде бар Барлас тайпаларға. Орда жүздегі. Кеттұға Найман. Әмір Темірдің Жошы ханға несі болған, бақсы биінің болған. Сондай қазақта көп қой шыққан тұлғалар. Мына кешегі Мұқалай деп жүргендердің Мұқалай батыр деп атақты батырлардың бірі, сардарлардың бірі Шыңғыс ханның Жалайырдан шыққан мысалы. Біздің көптеген киелі қауымның барлығы сол Өзбекстан жерқта жатыр ғой қазір. Біздің жеріміз ғой. Біздің кетіп қалған жерлер ғой соған. Қытайдың ана Құлжа, Үрімші, Қазақ автономистік жері бар ғой. Майбұлақ, бәрі қазақ жер ғой. Сонда.